Ассалаумағалейкум армағазақ. Егер осы сөздер сізді қызықтырып жатқан болса, ондарнамыздағы подписывайтесь және де бір ғана лайк түймелерін басып видеоролигімізді соңына дейін қараңыз. Ал онда біз бастадық. 4 өңірде су күрт көтеріліп, су тасу қаупі бар. Оңтүстік өңірлерде жаңбыр және жыл басқышы қар жауады. Алматы, Жамбыл, Жетісу және Түркістан облыстары өзендеріне су деңгейі көтеріліп, тасқын болуы мүмкін. Бұл туралы Қазгидроремонт РМК хабарлайды. 27 ақпанда дейін Түркістан, Жамбыл, Жетісу, Алматы облыстарында және Алматы қала маңындағы аймақтарда жаңбыр және жылбысқы қар түрдегі қатты жауын-шашын болжанып отыр. Сондай-ақ температуралық фонның жоғарылауына байланысты қарқынды қар еруі, еріген қар менен беткейлік ағынның қалыптасуы, мұздай құбырлардың әлсіреуі және өзендерде су деңгейінің көтерілуі күтіледі. Бұл ретте судың жайылуы және тасқыны болуы мүмкін делінген хабарламада. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де бір ғана лайкты бізден аянбаңыздар.